Бәріне сәлем тапқыр достар. Сіздермен бірге білім көз арнасы. Бүгінгі видеода сіздер өте қызықты және қиын таңдаулар жасайтын боласыздар. Барлығы 30 таңдау. Сол таңдауға 10 секунд беріледі. Қанеки дайын болсаңыз, мен бастаймын. Қанеки бірінші таңдауды жасап көр. Оқи алмау немесе жаза алмау. Ешқашан фильм, сериал көре алмау, немесе ешқашан әлеуметтік желілерге кірмеу. Әрқашан өте қатты сөйлеу, немесе әрқашан өте ақырын сөйлеу. Ешқандай жарықсыз, терезесіз үйде өмір сүру, немесе бүкіл зат көрінетін шыны үйде өмір сүру. $25,000 сен жеңесің, немесе досын $100,000 жеңеді. Әлемдегі аштықты шешу, немесе жаһандық жылынуды шешу. Телекинез, яғни заттарды оймен көтере алу, немесе телепатия, адамның ойын оқи білу. Ыстық күн астында жұмыс істеу, немесе қатты суық кезде жұмыс істеу. Қайсысын таңдайсыз? Уақытты тоқтату, немесе уақытты кері қайтара алу? Әзілді ешқашан түсінбеу, немесе тек қана әзілмен сөйлесу. Ешқашан ашуланбау, немесе ешқашан мұнаймау. Ұшатын кілем, немесе өзі толатын тоңазытқыш. Күні бойы тісін ауырады, немесе күні бойы арқан ауырады. Телефонға бітпейтін зарядка, немесе көлікке бітпейтін бензин. Салмағының жартысын жоғалту, немесе салмағынды 2 есе көбейту. Мына жерден қайсысын ойнайтын едіңіз? Бильярд, немесе боулинг? Тек қана бургер жеу, немесе тек қана пицца жеу?
Қайсысын құтқаратын едіңіз? 100 мысық немесе 100 ит? Тек қана ет жеу немесе тек қана көкөніс жеу? Бес мың теңге тауып алу немесе бүкіл жоғалған шұлығынды тауып алу? Жаз бойы күрте кию немесе қыс бойы шорты кию? Бір күннің 365 күн бойы қайталануы немесе бір жылды босқа кетіру? Қайсысын қалайсың? Жасынның әрқашан 12-де болуы немесе 52-де болуы? Қанеке, келесі сұрақ. Қантсыз өмір сүру немесе тұзсыз өмір сүру? Ыстық суда жуыну немесе суық суда жуыну? Күні бойы басын ауырады немесе күні бойы ішін ауырады? Қайсын таңдайсыз? 12 сағат ұйықтау немесе 5 сағат қана ұйықтау? Қолды 10 минут сайын жуу немесе қолды 1 ай сайын жуу? Он рет маса шағады немесе 1 рет ара шағады? Қайсысын таңдайсың? TikTok немесе YouTube? Міне достар, видеомыз аяқталып қалды. Видеоны сарына тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видео қызықты болды деп ойлаймын, ал мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.